Алғашқыда бірінші әйеліммен арамызда түсіністік болмай, екі баламызбен ажырасып кеттік. Қазір жасым 42-де. Екінші әйелімнен 3 перзентім бар. Біреуі өгей қызым болса да, ешқашан өгейлік көрсеткен емеспін. Барлығын тең көріп, бірдей ұрысып, бірдей еркелетіп аламын. Өгей әке дегізетіндей артық қылық істеген емеспін. Әрине, мұның бәріне екінші әйелім Зағираның мейірім махаббаты себеп болып отыр. Ол мені құрметтеген соң, мен қалайша балаларға тасбауыр бола аламын? Менің екінші некем осылайша татулық пен бірліктен құралған болды. Қазір сол қызым 21 жаста. Өзімнен туылған 2 ұлым, біреуі 11 жаста, екіншісі 8 жасар. Зағира да, мен де ақыл тоқтатып, өмірдің қиындығын көргендіктен тіл табысу оңай болды. Арамызда ешқандай түсініспеушілік болған емес. Тіпті атымызды атамай бір-бірімізді еркелетіп отырамыз. Зағира менен 8 жас кіші болғаннан емес, жалпы ер азаматты жоғары бағалап, құрметтегені үшін маған ылғи сіз деп сөйлейді. Расында да, сіз деп сөйлеп, еркелеп тұрған әйелдің жүзіне қарап қабақ түйіп, ашулана алмайсың ғой. Зағира мен ашуланғанда дереу басылып, менің ойыммен келісе кетеді. Ол қалай ашуымды ауыздықтауды жақсы біледі. Кей кезде осындай жақсы әйелді жіберіп қойған бірінші күйеуіне ашуым келсе, екінші жағынан ажырасып, маған бұйыртқаны үшін іштей алғысымды айтып қоямын. Бәрібір мұның барлығы бір Алланың қолында ғой. Зымырап өтіп жатқан уақыт әйтеуір бізді жақсылыққа қарай бастап келуде. Тек орта жолдан қосылған кедергілер өмірімізді өзгертіп, бақытымызға кедергісін келтірмесе екен деп үреймен жүремін. Өткен күндерді ұмытып, есімізді жиып, болашаққа жоспар құрып, жақсы өмір сүріп жүргенде қырсық деген пәле аяқтан шала береді екен-ау. Арада 12 жыл уақыт өткенде бірінші әйелім қайта мазамды алып жүр. Бірінші әйелімді сағынып іздейтіндей ешқандай естеліктерді, жақсы мінез қылығын көрген емеспін. Есімде де қалмапты. Зағира мен бірінші әйелімнің іс-әрекетін салыстырар болса, екеуінде аспан мен жердей айырмашылық бардай сезіледі. Зағира ерлі-зайыптылардың арасындағы жанжалдың отын өшіруді көздесе, бірінші әйелім отқа май құйып, жалынын үдете түсетін. Қанағатты білмейтін, ақшаға тоймайтын әйелімнен тек жағымсыз естеліктер ғана қалған. Арамыздағы 2 перзентіміз кіші болған соң, ол осы күнге дейін мені мазаламай жүрген еді. Банк арқылы балаларымның алиментін төлеп тұратынмын. Енді міне, үлкен қызымыз тұрмысқа шығатын кезде мені керек етіп қалыпты. Негізі әйелім мен емес, тағы да сол ақшаны керек етіп тұр. Өйткені қаншама жылдан бері менің балаларымның әкесі жоқ. Сен олардың әкесі емессің деп көрсетпей келген перзенттерімді үлкейген соң, әкесі емессің бе? Осы 2 ұл мен қызыңды үйлендіріп беру сенің міндетің деп жағымнан алатын болды. Қызымыз тұрмысқа шығу үшін артынан апаратын дүниесін менің мойныма артып отыр. Мейлі ғой, қызым үшін істермін, бірақ мен тек сырттай ғана көмектесіп, көзге көрінбей жүруім жаныма қатты батады. Мен қызымның артынан дүние мүлкін түгендеп беруім керек екенде, бірақ өзім тұрмысқа шыққалы тұрған қызымды көріп, маңдайынан сүйе алмаймын. Тіпті құдалардың да алдына апарып, мені әкесі деп көрсетуден бас тартып отыр. Сонда мен бірінші әйелім үшін көлеңкеде жүретін сорлы болғаным ба? Оның осы әрекеттерінің барлығы да жаныма батып, сай-сүйегімді қақсатып отыр. Қазірше Зағира бұл әрекеттен хабарсыз. Ол білсе ренжитін де шығар. Сонда да шет жағасын айтқанымда, өз қаныңыздан жаралған қызыңыз ғой, дүниесін әперіп, қызыңыздың тойында әкесі ретінде басыңызды көтеріп тұруыңызға мен қарсы емеспін деген еді. Ал мен тойға бармақ түгілі, қызымды сыртынан да көре алмаймын. Сондықтан да бала кезден көрмеген қызымды бұдан әрі де көрмей-ақ, дүниесін әпермей-ақ қойсам қайтеді екен деп терең ойдың үстінде жүрмін. Басыма небір ойлар келеді. Қайсысын істерімді білмеймін. Қолымдағы қызым да бой жетіп отыр. Біріне қарасам, екіншісіне жетпей қалады. Бірінші әйелімнің айтқанын әперіп,
барымды салып қызымды үлде мен бүлдеге орап жіберсем, кейін қолымдағы қызымды ұзататын кезде оған түк істей алмасам, өгей әкем туған қызын артық көрді деп жыламайды ма? Не істерімді білмей басым қатып кетті. Туған қызымның барлық жасауын әперіп, бұл жақсылығымды қызым білмесе, өзім мүлде көрінбей көлеңкеде қалатынымды білсем, олар үшін еш нәрсе де істегім келмейді.